Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үйдегі бар азық-түліктен жасалатын пирожный жасайтын боламыз. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, жұп-жұмсақ әдемі болып шығады. Алда менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бөлме температурасында тұрған 6 жұмыртқамызды сары уыз мен ақ уызын ажыратып аламыз да, ақ уызымыздағы ыдысымыз таза құрғақ болуы керек. Сосын қанттың осында бір бокал қолданамыз. Сіздер тәттілігіне қарай қолдансаңыздар болады. Осылай аз-аздан сала отыра миксердің көмегімен миксерлейміз. Сосын сары уызымызды салып, тағы да көпіргенше миксерлейтін боламыз. Жақсылап көпіріп болған соң 3 ас қасық какао қосамыз. Сосын 1 шай қасық разрыхлителімізді қосып, 1 бокал ұнымызды қосамыз. Ұнымызды барлығын бірден салмаймыз. Бірден салсаңыздар, сіздердің бисквиттеріңіз отырып қалуы мүмкін. Сол үшін ұнды аз-аздан сала отыра миксердің көмегімен миксерлейміз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Ендігі кезекте 3 ас қасық сұйық мен 3 ас қасық сүтімізді қосып, миксердің көмегімен жақсылап бір араластырамыз. Осымен біздің тестамыз дайын болды. Өте тез пісетін болады. 35-40 минутта піседі. Піскенін ағаштың көмегімен білсеңіздер болады. Ағашымыз құрғақ болып шығуы керек. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Креммен 1 банка сгущенкамен 200 грамм шоколадты мен қатты еріткен жоқпын. Сіздер шоколадтың орнына вареный сгущенка қоссаңыздар болады. Немесе өздеріңіз қалаған кремдеріңізді қолдансаңыздар болады. Осымен біздің бисквитіміз пісіп қалды. Ағаштың көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады. Бисквитімізді осы 2 бөлікке бөлеміз де пирожныйымызды жинайтын боламыз. Пирожныйымыздың пропитка жасасаңыздар болады. Сүтке кішкене қантты қосып, пирожныйның үстіне құйып шығасыздар. Сол кезінде влажный әдемі болып шығады. Мен оны жасаған жоқпын. Сразу кремімді жағып, пирожныйымызды жинадым. Қол жетімді азық-түліктен жасалатын пирожныйымыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Әсемдігі үшін апельсиннің кесіндісін қоятын боламыз. Өте әдемі болып көрінеді. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда менің жаңа видео рецепттерімді өткізіп алмайсыздар.